Сәлем сұлу ханымдарым, бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы жатыр миомасы. Ол не себепті пайда болады, қандай емделу жолдары бар, қандай факторлар әсер етеді, мінекей осы туралы әңгімелесетін боламыз. Бұл видео бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде біз жатыр миомасы дегеніміз не, ол жатырдың қай бөліктерінде орналасады, қалай аталады, не себепті пайда болады, сол туралы айтатын боламыз. Екінші бөлімінде біз жатыр миомасының толық емін қарастыратын боламыз. Ол консервативті емі және де хирургиялық емі. Ал үшінші бөлімінде біз миомамен жүкті болуға болады ма? Оның жүктілікке қандай кері әсерлері бар? Мінекей осы туралы айтатын боламыз. Егер бұл тақырып сізге қызық болатын болса, видеоның соңына дейін қараңыз, және де басқа да менің каналымдағы жаңа видеоларды, пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де егер де құрбыларыңызға, әпкелеріңізге осы тақырып қызық болатын болса, осы видеомен бөлісе отыруды да ұмытпаңыздар. Ең бірінші сұрағымыз бұл бізде миома дегеніміз не? Кейбір жағдайларда фибромиома, леомиома деп аталуы мүмкін. Жалпы бұл репродуктивті жастағы 18 және 49 жас арасындағы әйелдерде ең жиі кездесетін қатерсіз ісік ауруы болып табылады. Доброкачественная опухоль. Егер де сізге біреу бұл қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін, рак пайда болуы мүмкін деп айтатын болса, ондай ақпаратқа сенбеңіз. Жатыр миомасы бұл доброкачественная опухоль болып табылады. Сіздерге түсінікті болу үшін мына жердегі фотоға мұқият қараңыздар. Жалпы миома бұл түйін тәрізді болып өседі. Негізгі құрылымы ол бұлшық еттен тұрады және де жатырдың әртүрлі қабатында орналасуы мүмкін. Мен сіздерге осы жатыр миомасының түрлері, қай жерде орналасады, сол туралы айтып беретін боламын. Ақпаратты өте мұқият тыңдаңыздар, себебі осы жатыр миомасының орналасқан жеріне байланысты оның болашақтағы емі де соған байланысты болады. Фотода көріп отырғандарыңыздай, жатырдың негізінен 3 түрлі қабаты бар. Ішкі қабаты ол шырышты қабат немесе эндометрий қабаты деп аталады. Егер де миома осы ішкі қабатында орналасатын болса, біз оны субмукозды миома деп айтамыз. Ал жатырдың екінші қабаты бұл ортаңғы қабаты, ең қалың қабаты. Ортаңғы қабаты негізінен бұлшық етті тіннен тұрады. Егер де осы қабатта орналасатын болса, біз миоманы интрамуралды миома деп атаймыз. Ал жатырдың үшінші қабаты бұл сыртқы серозды қабаты. Егер де осы серозды қабатында миома орналасатын болса, оны біз субсерозды миома деп айтамыз. Жатырдың әртүрлі қабатында орналасатын миомалар размері өте кішкентай, мынандай, мысалы фасольдің размерінен бастап, кейде мынандай гранаттың размерінде болуы мүмкін, ал кейде тіпті үлкен, яғни мынандай үлкен мячиктің размерінде де миома болуы мүмкін. Яғни бірнеше миллиметрден басталып, бірнеше сантиметрге дейін. Және де осындай әртүрлі өлшемді миомалар бір ғана миома болуы мүмкін, ал кейде бірнеше миома, яғни множественные миомы матки деп айтамыз. Солай да кездесуі мүмкін. Осы жатыр миомасының пайда болу себептеріне келейік. Не себепті пайда болады? Жалпы қазіргі таңда нақты бір себебі анықталмаған, бірақтан осы миоманың пайда болуына, оның тез өлшемінің ұлғайып кетуіне әсер ететін бірнеше факторлар анықталған. Ең бірінші фактор бұл тұқым қуалаушылық. Егер де сіздің анаңызда, апаңызда, сіңіліңізде жатыр миомасы болатын болса, онда сізде де миома дамуы мүмкін. Екінші теориясы бұл иммундық теория деп аталады. Осы әйелдердің иммунитеті қатты түсіп кеткен кезінде, ол осы иммунитеттің түсуіне байланысты жаңа жатыр миоманың клеткалары, яғни аномальды клеткалар тез өсіп, сол жерде қабыну пайда болып, ангиогенез күшейіп кетеді. Сол жердегі миоматозды түйіннің қанмен қамтамасыз етілуі. Келесі бір тағы теория бұл гормональды дисбаланс. Гормональды дисбаланс дегеніміз не? Ең бірінші бізде осы мынау аналық безі бар, иә? Аналық безі ол өзінің бөліп отыратын гормондары бар. Эстроген, прогестерон, тестостерон гормондардың өзінің арнайы бір мөлшері бар. Белгілі бір мөлшерде олар бөлініп отырады. Кейде, яғни эстроген гормондарының шамадан тыс ағзада көбейіп кетуі. Енді осы ағзада қандай жағдайларда эстроген гормоны көп болуы мүмкін, солын қарастырайық. Ең бірінші бұл әйелде болатын бедеулік, әйелдің мүлде бала босанбауы және бала емізбеуі. Бұндай жағдайда әйелдің ағзасына үнемі жатырына эстроген гормоны көп мөлшерде әсер етіп отырады. Осының әсерінен әйелде миома, эндометриоз деген сияқты аурулар пайда болуы мүмкін. Екінші тағы бір себебі бұл артық салмақ және семіздіктің пайда болуы, инсулинге деген резистенттіліктің пайда болуы. Тағы бір себебі
етеккірдің өте ерте келуі, 8-9 жастан бастап немесе өте кеш тоқтауы. 45-50 жаста біздің әйелдердің етеккірі тоқтайды. Егер 50 жастан асқанда етеккір болатын болса, бұл да бір осындай миоманың пайда болуына әсер ететін фактор болып табылады. Тағы бір осы миоманың пайда болуына әсер ететін ғылыми түрде дәлелденген факторлардың бірі кюретаж дейміз. Диагностическое выскабливание полости матки, немесе аборттан кейін выскабливание жасау, қазақша айтқанда қыру дейді ғой. Әртүрлі инструменталды әдістермен осы жатырдың ішкі эндометрий қабатын қыру кезінде осы миоманың пайда болуын провоцировать ететін фактор болып табылады. Егер де әйелде аборт көп болатын болса, диагностическое выскабливание көп болатын болса, бұл да осы миоманың пайда болуына алып келуі мүмкін. Енді осы миоманың қандай белгілері бар, қандай симптомдары бар, осы сұраққа келейік. Жалпы миоманы екі түрлі болуы мүмкін. Біріншісі ол бессимптомная миома, екіншісі симптомная миома. Айттым, миоманың әртүрлі өлшемдері болуы мүмкін және әртүрлі жатырдың қабаттарында орналасуы мүмкін. Осы факторларға байланысты оның белгілері де әртүрлі болады. Егер де миоманың размері өте кішкентай болса, ол жаңа жатырдың ортаңғы қабатында немесе сыртқы серозды қабатында орналасатын болса, ол ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Бұндай миомаларды әдетте осмотр кезінде, УЗИда, сондай кездерде анықталады. Ал ең жиі кездесетін жатырдың ішкі бөлігінде орналасатын миоманың және де егерде өлшемі үлкен болатын болса, аномальды жатырдан қан кету. Бұл әртүрлі етеккірдің бұзылыстарымен қатар жүреді. Мысалы, біз етеккір циклінің нормасын білеміз. Етеккірдің циклдің арасындағы ұзақтығы 24 күннен 38 күнге дейін болуы керек. Ал келетін күні етеккірдің 3 күннен максимум 8 күнге дейін келуі керек. Ал миомасы бар әйелдерде етеккір ол 8 күннен ұзақ келеді, әдетте 10-15 күнге дейін созылуы мүмкін. Және де объемы өте көп болып келуі мүмкін. Жалпы қалыпты етеккір циклінің объемы ол 20-30 мл-ден 80 мл-ға дейін болу керек. Әйелдің етеккірі қан үйіндылары дейді ғой, сгустіктермен келетін болса. Мінекей осындай белгілер миомаға тән. Егер де жатырдың миомасында үлкен өлшемді болатын болса, онда ол жанында орналасқан органдарды қысуы мүмкін. Жатырдың өзі шамамен салмағы 50-60-70 граммға дейін болады босанған әйелдерде. Ал енді егер де ол мысалы мындай размері үлкен болып кететін болса, ол алдында орналасқан қуықты және арт жағында орналасқан тік ішекті қысып, соның әсерінен геморрой болуы мүмкін, әйелде постоянно запоры болуы мүмкін, және де мынау именно кіші дәретке бару, соның бұзылыстары болуы мүмкін. Енді осы жатыр миомасы қалай анықталуы мүмкін? Сол туралы айтайық. Ең біріншісі бұл сіздің анамнезіңізге қарайды. Сізде аурудың пайда болу факторлары бар ма, жоқ па, сол анықталады. Екіншісі бұл сіздің жалобыңызға байланысты. Сізде қандай белгілері бар? Ішіңіздің төменгі жағының ауырсынуы, кіші дәретке бару, үлкен дәретке бару деген сияқты осындай толық шағымдарыңыз қарастырылады. Үшінші бұл гинекологиялық осмотр. Әсіресе егерде жатырдың миоманың өлшемі үлкен болса, гинеколог дәрігер пальпация жасаған кезде жатыр бүдір-бүдір және көлемі үлкен болып мүмкін. Келесі әдісі бұл нақты анықтайтын, яғни визуализациялау әдісі, бұл ультрадыбысты зерттеу. Біз миоманың орналасқан орнын, санын, өлшемін анықтай аламыз. Және де егерде қажет болатын болса, қосымша компьютерная томография және де магнитно-резонансная томография да жасалуы мүмкін. Диагностикалық әдістердің бірі бұл гистероскопия. Жатыр миомасы жатырдың ішкі қабатында орналасатын болса, гистероскоп, яғни арнайы аппаратпен кіру арқылы жатыр миомасының орналасқан орнын анықтап, резекция дейді, яғни алып және де биопсия жасауға мүмкіндік беретін осындай да әдістері бар. Мінекей сұлу ханымдарым, бүгінгі видеода біз жатыр миомасы дегеніміз не, ол қай жерде орналасады, қандай белгілері бар, не себепті пайда болады және де диагностикалық анықтау әдістері туралы сөйлестік. Бұл миома туралы видеоның бірінші бөлімі болатын. Келесі шығарылымда мен миоманың емі туралы айтатын боламын. Ал одан кейінгі бөлімде біз жатыр миомасы және жүктілік деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ендеше келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және де лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарий бөлімінде жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын.